Психологияда асыра күту деген бар. Завышенное ожидание. Ол дегеніміз, мысалға сен біреуден бір нәрсе күтерсің, бір жауап. Бірақ ол сенің мәселең, сенің күтімің. Ол туралы мысалы ойламайды. Мысалға сен біреуге көмектесесің, біреу сенен көмек сұрап келді, сен оған көмектесесің. Яғни мүмкін бір рет емес, көп рет көмектесетін шығарсың, жылдап көмектесетін боларсың. Мысалға оқуға көмектесесің біреудің. Бәрібір кім болса да, біреуге. Балаң ба, қызың ба, жүріп жүрген кездесіп жүрген жігітің ба, туысың ба, досың ба, бәрібір. Сен оны көмектесіресіз, сосын сен одан бір нәрсе күтесің. Егер ертең ол маған да сөйтеді деп, мысалға, ол мен айтқанымды істейді деп, өйткені мен оған барлық жағдай жасап жатырмын деп. Ол олай ойламайды, ол сені қолданады, бірақ ол сені саған міндеттімін деп есептемейді. Сосын алады да өзінікін істейді. Сонда сен ренжейсің, қатты ренжуі мүмкін, да? Салған күшіңе қарай, уақытыңа қарай, кәдімгі шалқасынан түсіп ренжуі мүмкін. Бірақ ол сенің мәселең, оның мәселесі емес ол. Соны айтады, асыра күту деп. Ол сенің күтімің ғой. Сен ойлайсың, мен оған жақсылық істеп жатырмын, ол да маған жауапты жақсылық істеу керек деп. Ол өйтіп ойламайды, мысалы, ол оны міндетті деп санайды. Сен көмектесуіңе міндеттісің. Себебі өзің білесің, өзің айта бергілай, туысым, немесе әкем, шешем, немесе қызым, жігітім, немесе досым, немесе көршім, немесе жерлесім, немесе тағыр деме, ол өзінің ойы бар онда. Ол басынан саған үйтіп жауап беремін деп ойлаған жоқ. Мүмкін басында ойлады, я бас кезінде мысалға тіреліп қалған кезде сен көмектескенде, мен ертең менде сондай жағдай жетем, көмектесем деп ойлайды. Бірақ уақыт өткен сайын ол ойынан айни береді. Бірақ көбінде негізі адамдар міндеттімін деп санамайды сенің көмегіңе қарсы көмек беруге, жауап көмек. Сен өзіңше ойлап жүресің, мен оған қаншама нәрсе істедім. Сен шынымен істедің бе, әлде сен сөйтіп ойлайсың ба, ол да әлі ойлану керек онында. Өйткені көп адамдар болады, бір кішкентай бір шынайшақта бір нәрсе істейді де, бір тауда бірдеңе істегендей қылып нетеді, өзін ойлайды. Ол жағы да бар. Соның бәрін асыра күту деп аталады психологияда. Сол асыра күтуден ада болу керек адам. Егер сен бірдеңеге жетем десең, бірдеңеге талпынған адам болсаң, асыра күтушілікпен айналыспа. Әркімге сондай тиянақты қара. Егер біреуге көмектесіп, одан бірден күтетін болсаң, сен бірден басын ашып алғаның дұрыс болады. Мен саған қазір мына осындай көмек көрсетем, бірақ сен ертең маған осындай жауап қайтарасың деп сөйтіп басын ашып алған жақсы болады. Сол кезде сен ондай жағдайға тап болмайсың. Асыра күту деген қысқаша осы.